бір жиында әңгімелесіп отырып, 60-тан асқан шалдар, 60-тан асып шал болған кезде деген сөзді көбірек қолданып қойсам керек. Бір келіншек тұрды да, сіз өз қазақша сөз білесіз бе өзі? Шал деген сөз бұл жаман сөз, оны қолданбаңыз деп шығып кетіп қалды. Кейін бір тарихшы кісімен дастархандас болдық. Сонда Бауыржан Момышұлының атамыздың мынау сөзін айтқан кезде мен бұрынғы апайдың айтқан сөзін түсіндім да. Қартайған адам үшке бөлінеді дейді. Үш түрлі болады дейді. Біріншісі ақсақал, өз отбасын жамандықтан қорғап, жақсылыққа бұйырып, өз отбасына күйіп пісіп жаңағы және ашып уайымдап жүрген адамды ақсақал дейді екен. Екіншісі қария. Қария деген бір отбасы емес, бүкіл ауылды уайымдап, бүкіл ауылдың қамын ойлайтын адамды айтады екен. Қария деп. Ондай қариялар бұрын көп еді. Бұрын бір отбасыда бір ұрыс керіс болатын болса, ауылдың қариялары жиналып барып, шешіп тастайды, не? Қазірде бар шығар, өте аз бірақ ондай қариялар. Үшіншісі осы шал деген, үшіншісі екен ғой. Қараңыз. Бірінші мағынасы бұның қартайған, күші қайтқан адамды шал дейді екен. Және өзіне де өзгеге де пайдасы жоқ адам шал дейді екен ғой. Пайдасыз қартайған, білімсіз қартайған адамды. Көшеде карт ойнап тұрады. Сондайлардың бірі айтады, қараңыз. Мына жастар бізді сыйламайды дейді. Мен айтамын, не үшін сыйлайды сізді жастар? Біріншіден, барып, ассаламағалейкум деп сәлем береді сізге. Сәлем қайтпайды сізден. Қалайсыңдар? Исламда сәлем берген адамға сәлемді қайтару міндет қой. 70 жыл өмір сүріп сіз сәлем қайтаруды үйренбегенсіз әлі. Жаныңызда тұрады, бір нәрсе үйренейін деп. Сіз тұрастап, бұрынғы баяғыда ішкен кезде, бұрынғы Союздың қойларын ұрлаған кезде, совхоздың бұрын бөшкімен пива тасыған кезде, төбелескен кезде адамға бір өнеге алатын ешқандай сөз айтпайсыз. Одан қалса қасында тұрады, жас бала ғой анау. Жас сынатта темекі әкел, пива әкел. Қайтып барғысы келмейді ғой ол бала, анау тұрған топқа барғысы келмейді ғой. Ол топтан пайдалы сөз ала алмайтын білген бала не алады оған барып? Бір жас бала көшемен өтіп бара жатса, бір шал отыр екен. Ассаламағалейкум десе, анау шал бергел депті. Шақырып алып, сен мені танисың ба? Жоқ, танымаймын. Не онда сәлем бересің? Сонда мына жас бала айтқан екен. Кешіресіз, мен сізді адам екен деп қалдым деп. Сәлем қайтаруды білмесеңіз осындай жауап аласыз әрдайым. Сол үшін ағайындар, айтқымыз келгені. Бұл енді сіздің қалауыңызбен болмайды ол. Қария болғым келіп тұр, қария бола салайшы. Шал болғым келді, шал бола салайшы деп сіздің қалауыңызбен болмайды. Егер де қартайған кезде жаныңызға барған бір жастарға өнегелі сөз айта алсаңыз, исламнан бірдеме айта алсаңыз, өзіңіздің қазақ деген тарихыңыздан бір нәрсе айта алсаңыз, Бауыржан Момышұлы атамыз айтады ғой, өткенін білмеген ұлттың болашағы жоқ дейді. Сол өзіңіздің өткеніңізді қазақ аталарынан айта алмасаңыз да, онда сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да сол шалға айналасыз.